Жазғы кештердің бірінде мен үйде жалғыз болдым, ал күйеуім Самат түні бойы мәйітханада болатын. Яғни Самат түнімен мәйітханада жұмыс істейтін. Түн болып ұйқым келіп ұйықтап қалдым. Кенеттен телефонның қоңырауы шырылдап шошып оянып кеттім. Телефонда қарасам күйеуім соғып жатыр екен, бірақ өте біртүрлі болдым. Өйткені күйеуім маған түннің бір уағында ешқашан қоңырау шалып көрген жоқ еді. Тұтқан алып, «Алло, не үшін хабарластың? Бәрі жақсы ма?» деген сұраққа ешкім жауап берген жоқ. Біраздан соң біреудің демалып тұрған тынысы естіле бастады. Қорыққанымнан телефонды қоя салдым. Біраз ойланып, Саматқа өзім қайтадан қоңырау шалайын деп шештім, бірақ ол телефонын көтермеді. Самат үшін уайымдап, шамамен 10 рет қоңырау шалдым. Бір кезде мәйітханада қалалық телефон бар екені есіме түсті. Телефонды алып, дірілдеген қолдарыммен тез арада сандарды тере бастадым. Тұтқаны санитар алды және ештеңені де түсіндірмей Саматты шақыр деп сұрадым. Тұтқаны Саматқа беріп, әңгіме барысында Самат телефонды мәйіт бөлмесінде қалдырып кеткенін айтты. Және мен саған телефон шалған жоқпын деп түсіндіреді. Саматпен сөйлесіп болған соң, сонда жаңа ғана кім маған телефон шалған деп біраз ойландым. Және мен Саматқа сенемін, ол маған телефон шалған жоқ, ол ешқашан өтірік айтпайды. Солай мен қоңырау шалған адамнан қорқып, таңғы 4-ке дейін ұйықтай алмадым. Мүмкін бірақ қоңырау шалып әзілдегісі келген болар дегенде ой келді, бірақ мәйітханада санитар мен Саматтан басқа ешкім болмаған еді. Жоқ, санитар зейнетке шыққалы жатқан кәрі адам еді. Ол ешқандай бұндай әзілге бара қоймайды. Таңғы 4-ке дейін оянып отырып, сұрақтарыма жауап таба алмадым. Таңертең күйеуім кезекшіліктен шаршап келіп күні бойы ұйықтады және кешегі жағдай туралы сөйлескен жоқпыз. Арада 2-3 күн өткен соң күйеуімнің жұмысындағы әріптестері қонаққа келді. Олар ас үйде отырған кезде әңгімелерін естіп қалдым. Олардың айтуынша, мәйітханада біреу артынан демалып тұрған секілді сезім пайда болады. Осылай менің ойыма қайтадан мәйітханада болған жағдай есіме түсті. Сол күннен бастап Самат жұмысқа кеткен сайын қатты уайымдайтын болдым.